Мұнай өндіру саласындағы ең басты салалардың бірі шымыраулардың жер асты жабдықтарын жөндеу жұмыстары. Бұл орайда Өзен мұнайгаз акционерлік қоғамына қарасты нөмір 2 мұнай және газ өндіру басқармасында бірқалыпты шаралар жасалынуда. Басқармаға қарасты жабдықтардың жөндеу цехының базасында болғанымызда, кәсіпорын қызметкерлері әртүрлі деңгейдегі құбырларды сұраныстарына орай бригадаларға жөнелтеді. Олардың сұраныстарына сай басқа да қажетті құрал-саймандары, жабдықтары осы жерден жіберіліп отырады. Жалпы алғанда Мақсат Ахмадиев жетекшілік ететін бұл ұжым соңғы жылдары берекелі жұмыстарымен көзге түсіп келеді. Жүкшілер, слесарь жөндеушілер, операторлар сияқты көптеген мамандықтар шоғырланған бұл базада қызу еңбек еш уақытта да толастаған емес. Өйткені орталық қамтару басқармасының күнделікті келіп жататын қондырғыларды, құрал-саймандар мен жабдықтарды рет-ретімен жинап, іріктеп жөнелтіп отыру осы жердегі қызметкерлердің негізгі міндетіне жатады. Соңғы кездері жалпы Өзен мұнайгаз акционерлік қоғамының өмірінде үлкен өзгерістер орын алуда. Жұмыс көлемі ұлғайып, мұнай өндіруді арттыру шаралары алға қойылуда. Бұл бағытта осы шымыраулардың жер асты жабдықтарын жөндеу жұмысындағы қызметкерлердің атқарып жатқан еңбектері елеулі болмақ. Ұжым жұмысы жайында цех бастығының орынбасары Абай Қамидалаев әңгімелеп берді. Жалпы біздің ұжымда бір есебі дейді, жер асты жабдықтарын жөндеу бригадасының жер асты жабдықтарын жөндеу бөлімшесінде 340-тай адам еңбек етіп жатыр. Ұжымымызда 21 жөндеу бригадасы бар. Олардың 21-ның 3-і нагитальный фондта жұмыс жасайды. Яғни жер астына су айтатын скважиналарды ұңғыларды жөндеумен шұғылданады. Қалған 18-і мұнай ұңғыларын жөндейді. Жалпы мына ұжымымыздың тыныс-тіршілігіне келетін болсақ, қазір жағдайымыз кішкене едәуір жақсыланды деп айтуға болады. Себебі осы 4-5 жылдың алдында мына перестройка дедік. Содан кейін ұңғыларымыздың жағдайы, оборудованиялар, жер асты жабдықтары бәрі ескіріп кеткен еді. Осы биылдан бастап жылдың соңғы айларынан бастап биыл жылдың басынан бері бізге қарасты енді құбырлар, штангілер дейміз, ұңға жерлерін жаңадан келіп түсіп жатыр. Жыл басынан бері мысалы біз қазір айтамыз, біздің Кошинский болса 1 январьға дейін, то есть 1 ноябрьге дейін, осы жылдың 1 ноябрьге дейін 215-220 скважиналардың солардың жер асты жабдықтарын ауыстырып үлгердік деп айтуға болады. Оның үшін ауыстырылған жер асты жабдықтар ішінде бәрі тұрғанымыз, біздің құбырымыз, біліктеріміз және сораптарымыз. Сораптардың жағдайы жөнінде деген Сораптардың жағдайы болғанда асының бізге сораптар Ресейдің Пермь қаласынан бұрын мысалы Болгариядан өтеді. Қазір Пермь мен Қазақстаннан бастап көп болып жатыр. Соңғы кезде Қазақстан болғанда біздің Қазақстанның Петропавл қаласынан сораптар шығып жатыр. Бұл Петропавл қаласында бұрынғы КСП кезінде әскери өндіріске жұмыс жасаған завод қазір осындай мұнайға байланысты қолданылған шығар. Соның ішінде бізге керек терең сораптар. Солардан бізге қазір 100-дің үстінде бізге 100 мыңдай Қазақстанның нұсқасы түсті. Оларды скважинаға жіберіп жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ оның сапасы жаман деп айта алмаймыз. Себебі анализдеріне бойынша ешқандай біз мына өзіміздің Қазақстаннан шыққан насос, басқа елден шыққан насостың кемсітеді деп айтуға қазір ондай не жоқ. Енді еңбек заттарыңызды айтып жіберсеңіз. Басында айтып өттім ғой, 21 бригада бар. Осы бригадалардың ішінде атап өтетін нөмір 8 бригада, шебері Қошан, нөмір 9 бригада, шебері Құлбек, Береке деген, және нөмір 3 бригада, шебері Жаңғазиев деген азамат жігіттер. Олар өздеріне берілген жұмыстарын ұқыпты жасап, әр айттың тапсырмасын уақытында орындап, асыра орындап, көрсеткіштері жоғары. Осы 3 бригаданы атап өтуге болады. Ал енді алайда осы техника жағынан қалай қамтылып отырсыңдар? Жалпы біздің ұжымға мына өзіміздің қаламыздағы шыңырауларды қызмет көрсету басқармасы, бірнеше басқарма бар. Солардан техникалар келіп, біздің керекті жұмыстарымызды атқарады.
олар мысалы бірінші басқарма, олар біздің жұмысшыларымызды дер кезінде вахтаға, бригада басына, жұмыс басына әкеліп тұрады. Одан кейін мына көтеруші агенттарымыз, олардың да жұмыстары жаман емес, олар әрбір бригаданың басында тұр. Жалпы ақаулар болған жағдайда жұмыс кезінде, дер кезінде істелмейді, бәрі соның бәрі орындап, жұмыстың тоқтап қалмауына олар да атсалысып жатыр. Солай қоян қалтып істеп жатыр өзіңізге болады. Біздің мына құбыр таситын, штанг таситын техникалар да олар уақытында шығып, бәрі де өз жұмыстарын атқарып жүр деуге болады. Жалпы техника жағынан жаман емес.